Сәлеметсіздер ме, құрметтілерім, сіздермен мөлдір бүгін керемет дәмді жұп-жұмсақ кекс жасайтын боламыз. Үйдегі бар заттарменен жасасаңыздар болады. Әуелі кекс жасау үшін 3 жұмыртқа, 150 грамм қант салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Бұл кексті миксер қосып та, қоспай да венчикпен істесеңіздер де болады, осылай араластырып. Араластырып алған массамызға 150 грамм айран салдым мен. Молоко болса, сүт болса, сүт салсаңыздар да болады. 1 шай қасық сода салдым. Тағы да араластырып аламыз. Бір келгетіп. Енді 150 грамм сливочное масло салып, тағы да араластырамыз. Енді массамызға 220-250 грамм ұн салып, бірінші миксерді қоспай араластырып алыңыздар, себебі ұн шашырап кетеді. Сосын миксерді қосып араластырасыздар. Міне осындай масса шықты бізде. Енді майда шоколадымызды салып, мейіз саламыз. Үйде бар заттарды қоссаңыздар болады, өте дәмді шығады. Мен шоколадпен мейіз салдым. Осындай формаларымызды қойып аламыз. Қағазбен әдемі шығады. Үйлеріңізде силиконовый не болса да болады. Кекстің формочкалары болса. Осылай 2-2 қасықтан салып аласыздар. Барлығын осылай салып аласыздар. 180 градуста пісіруге қалдырамыз. Таяқшалармен піскенін көріп аламыз. Міне, дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.